Қош келдіңіздер достар. Мұнда сіздерді ең шынайы өмір әңгімелері күтеді. Мен бұл қалаға өлу үшін келдім. Иә, сөзімнің еш қоспасы жоқ, дәл солай. Қалтамда өзімнің жерлеу рәсіміме жетерлік ақша бар. Ол тиындарды мен өмір бойы тірнектеп жинаған едім. Ал кеудемнің сол жағында тозығы жеткен күртешемінің ішкі қалтасында дәрігерлердің кесімі жазылған қағаз жатыр. Маған небәрі 3 ай қалды деді. 3 ай. Мен бұл хабарды естігенде қорықпадым. Мен жұрт құсап жасып жыламадым да. Мен тек тағдырыма мойынсұндым. Өмірдің өз бұлжымас заңы бар ғой. Туылдық, кіршілік еттік, енді кететін уақытта таяп қалды. Менің жүрегімде бір ғана соңғы арман қалған еді. Жалғыз қызымды көзінің ағымен қарасын соңғы рет құшақтау. Оның маңдайынан иіскеп, осы жарық дүниеден тыныш фанаттану. Вокзалдан түскенде бетімді қаланың суық желі қарып өтті. Темір жолдың, көмірдің, бөтен қаланың салқын иісі танауыма бірден ұрды. Аяқтарым өте ауыр. Әр басқан қадамым зіл батпан, денемді зорға алып жүрмін. Бірақ мен ішімнен өзімді қайрадым, тісімді қайрап, бойымды түп ұстауға тырыстым. Қызым менің әлсіздігімді, дертке шалдыққанымды көрмеу керек еді. Ол мені баяғыдай мықты, өзінің арқа сүйер асқар тауы деп ойлап қалуы тиіс. Менің есімім Жәңгір, топыраққа аунап өскен қарапайым ауылдың адамымын. Өмір бойы тек қара жұмыс істедім, маңдай теріммен нан таптым. Жер жырттым, мал бақтым, шілденің ыстығында күйдім. Қолдарым күстеніп, терісі ағаштай қатайып кеткен. Бірақ дәл осы тас болып қатқан қолдармен мен қызымды мәпелеп өсірдім. Оның бір рет сыңғырлап күлгені үшін мен бәріне, бүкіл қиындыққа дайын едім. Ол менің жалғыз жұбанышым, қараңғы өмірімдегі жалғыз жарық сәулем болатын. Қызымды ұзатқан күн әлі көз алдымда тұр. Аудан басшысының ұлына үлкен әулетке келін болып түсті. Жұрттың бәрі оны алтын бала деп мақтайтын. Байлығы тасыған, беделді, сөзі өтетін отбасы еді. Мен олардың алдында өзімді кібіртіктеп, тіпті кішірейіп тұрғандай сезінетімін. Бірақ қызым бақытты болса болды, басқасы маңызды емес деп ойладым. Әке байғұс өзі туралы не ойласын? Тек балам тоқ болсын, жылы жерде, жайлы орында отырсын дейді ғой. Қателесіппін, мен өмірдегі ең үлкен қателікті жасаппын. Құрметті көрермен, сіздің де өміріңізде сырты жалтырап тұрғанмен, іші түтін, ниеті қара адамдар кездесті ме? Сондай адамдарға алданып, үлкен өкініште қалған кезіңіз болды ма? Пікірге жазыңыз. Және осындай шынайы, өмірлік оқиғалар көбірек адамға жету үшін, қиындықта қалған жандарға демеу болу үшін арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Мен оның үйіне жеттім. Алдымда аспанмен тірескен зәулім ғимарат тұрды. Жалтыраған ауыр есіктер, мәрмәр тастар. Жоғары көтеретін темір жәшіктің өзі ішіне қарапайым адам кіргізбейтіндей өте суық еді. Менің ескі тозған киімім бұл жерге мүлдем жараспайтындай артық көрінді. Қоңырауды бастым. Жүрегім атқақтап. Кеудемді жарып шығардай соғып тұр. 3 ай ғұмыры қалған ауру жүректің соншалықты қатты соғатынына өзімде таң қалдым. Есікті қызым ашты. Оның жүзін көргенде кеудемдегі дертім 2 есе үдеп демім бітіп қалғандай болды. Бұл менің қызым ба? Жоқ, мүмкін емес. Бұл оның тек көлеңкесі, сүлдесі ғана еді. Көздерінде баяғы отты жарқыл жоқ. Өте жүдеу. Үрейлі, ол маған қарап қуаныштан мойныма асылған жоқ. Ол қорқып селк ете түсті. Әке, сіз,
Мұнда қайдан жүрсіз? Деді ол дірілдеген, үзік дауыспен. Мен оны құшақтайын деп алға ұмтылдым. Бірақ ол сәл шегіншектеп, менен қашқандай болды. Сол сәтте оның мойнынан үлкен көгерген ізді байқап қалдым. Оны шашымен, киімінің жағасымен жасыруға қатты тырысыпты. Бірақ әке жүрегі оны бірден сезді, көзім бірден шалды. Менің ішімде әлдене үзіліп құлап түскендей болды. Қызым, не болды саған? Дедім тамағыма өксік тығылып, дауысым қарлығып. Ол үндемеді. Тек төмен қарап, жасын жұтты. Сол сәтте төргі бөлмеден оның дауысы естілді. Менің күйеу баламның дауысы. Аудан басшысының Ерке Тотай, құдіретті ұлының дауысы. Ол асықпай, маңғаздана басып, бізге қарай шықты. Үстінде қымбат киім. Жүзінде менсінбеген мысқыл күлкі тұрды. Ол маған адам деп, үлкен деп қараған жоқ. Ол маған есік алдындағы қоқысқа қарағандай жиіркене қарады. О, шал келген бе? Немене ауылда жерге ас таппай қалдың ба? Деді ол мысқылдап кекете сөйлеп. Мен оның бұл ауыр сөзін елемеуге тырыстым. Мен тек қызыма, өзімнің құлыныма қарадым. Оның қорқыныштан бүрсейіп, жапырақтай қалтырап қалғанын көрдім. Менің алтын қызым, менің алақанымда ұстаған ханшайымым мына сұмпайының алдында ешкім емес, құлдай қалтырап тұр. Менің бұл қалаға өлу үшін келгенім сол сәтте санамнан мүлдем өшіп кетті. Мен оған жақындадым. Оның суық, мейірімсіз көзіне тура қарадым. Қызымды алып кетем. Жинал балам дедім нық, кесіп айтқан дауыспен. Ол кенет қақылдап күліп жіберді. Оның дауысы кең дәліздің қабырғасына жаңғырып тиіп жатты. Ол қалтасынан ұялы телефонын шығарды. Жарқ еткен экранды маған қарай бұрды. Онда менің қызымның жылап, жалынып, еденде жатқан бейнесі көрінді. Ол оны аяусыз ұрып жатыр екен. Ал ол бұл сұмдықты таспаға тартып, достарына ғаламтор арқылы жіберіп, мақтанып отырған көрінеді. Менің көз алдым қарауытып кетті. Бүкіл денем мұздап, тамырымдағы қан қатып қалғандай болды. Мен бұған еш сене алмадым. Адам баласы осыншама қатыгез, осыншама жауыз бола ма? Ол өзінің некелі әйелін қорлап, онысын бүкіл жұртқа мақтаныш көре ме? Ол маған жақын келіп, белгіме қарап тұрып сыбырлады. Кет үйіңе, шал. Сен бәрібір жақында өлесің ғой. Түріңнен көрініп тұр. Ал мынау бұл менің затым. Оған ешкім көмектесе алмайды. Менің әкем кім екенін білесің бе? Сендей бейшараның сөзіне бұл қалада кім сенеді? Мен үндемедім. Мен тастай үнсіз қалдым. Мен оның маған қалай мазақ етіп күліп тұрғанын қарап тұрдым. Менің қаным басыма шапты, ішім өртеніп жатты. Бірақ мен жұдырық ала жүгірмедім. Өйткені мен әлсіз едім. Ауру менің бүкіл күшімді, қайратымды сорып алған болатын. Егер қазір жұдырықтассам, ол мені бірақ итеріп жіберер еді, ал менің қызым одан сайын қор болар еді. Сондықтан мен жұтындым. Мен бар ашуымды, намысымды ішіме жұттым. Жақсы дедім бәсең, сынық дауыспен. Мен кетейін. Сенікі дұрыс. Қызым маған жалтақтап қарады. Оның жасқа толған көздерінен әке, мені тастамашы, құтқаршы деген үнсіз айқайды оқыдым. Ол маған жалынып тұрды. Бірақ мен оған сыр бермедім. Мен бұрылып, ауыр есіктен шығып кеттім. Күйеу баламның артымнан келеке қылып, жеңімпаздай күлген дауысы ұзаққа дейін естіліп тұрды. Ол мені сындырдың деп ойлады. Ол мені қорқақ, ештеңеге шамасы келмейтін бейшара шал деп санады.
Бірақ ол бір нәрсені түсінбеді. Ол өз өмірінің ең үлкен, ең қорқынышты қателігін жасады. 3 ай ғана ғұмыры қалған адамның жоғалтатын ештеңесі жоқ. Мен бұл қалаға өлуге дайындалып келген едім. Бірақ енді мен тірі қалуға тиіспін. Тым болмағанда осы сұмпайының түбіне жеткенше, қызымды азат еткенше тірі болуым керек. Менің өлімім күте тұрады. Мен далаға шықтым. Мұздай ауаны терең жұттым. Қалтамдағы жерлеуге жинаған қағаз ақшамды қатты уыстап ұстадым. Бұл ақша енді менің жаназама, менің кебінім емес, оның тозағына жұмсалатын болады. Мен бүтін бір жүйеге, байлық пен билікке қарсы жалғыз өзім соғыс жарияладым. Иә, мен жалғызбын. Иә, мен аурумын. Бірақ мен әкемін. Қай жерден көріп отырсыз, біздің арнаның қымбатты көрермендері? Қай қаладан, қай ауылдан қосылдыңыз? Әлемнің қай түкпірінде болсаңыз да, осындай қиын сәтте әділдікті қолдайтын жандардың бар екеніне қуанамын. Рахмет сіздерге. Пікірге өз қалаңызды немесе ауылыңызды жазып кетіңізші. Мен алдымен не істерімді білмедім. Кімнен көмек сұраймын? Кімге барам? Құқық қорғаушыларға ма? Олар оның әкесінің қол шоқпары, қалтасындағы адамдар ғой. Менің арызымды көз алдымда жыртып тастайды. Сотқа ма? Онда да солардың тағайындаған адамдар отыр. Мен бәрін өзім істеуім керек еді. Тыныш, жасырын, ешкімге білдіртпей, жыланша жорғалап. Мен қаладағы ең арзан, ең қарапайым қонақ үйлердің бірінен кішкентай бөлме алдым. Терезесі жоқ, қабырғасы сыздаған, іші ызғарлы бөлме. Маған бәрі бір еді. Жайлылық керек емес. Менің санамда тек бір ғана мақсат, бір ғана жалын тұрды. Оның әлсіз түсін табу. Оның да еп пен сүйектен жаралғанын, оның да қорқатынын дәлелдеу. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен олардың соққы алатын сәтін күттім. Күнде таңертең қызымның үйінің маңына барамын. Алыстан бұталардың арасынан бақылаймын. Ол оңбағанның қашан шығатынын, қайда баратынын, кімдермен кездесетінін дәптерге жазып ала бастадым. Менің қолымдағы ескі, сарғайған дәптерім енді менің басты қаруыма айналды. Мен оның жүріс-тұрысын зерттедім. Әрбір қадамын, әрбір қылығын жаттап алдым. Ол өзін қаланың қожайыны сезінетін. Көлігін қалай болса солай қояды, адамдарға жоғарыдан қарайды. Оның достары да өзіндей байдың еркелері екенін байқадым. Олар күнде түнделетіп түрлі ойын-сауық орындарына барады. Ал менің қызым сол кезде 4 қабырғаға қамалып, үреймен таң атырады. Бір күні мен оның қара түсті қымбат көлігінің соңынан ердім. Көлік жалдап, білдіртпей соңынан жүріп отырдым. Ол қала сыртындағы өте қымбат тамақтанатын орынға тоқтады. Ішіне кіріп кетті. Мен сыртта, аязды күнде тоңған қолдарымды үрлеп күтіп тұрдым. 1 сағат, 2 сағат, 4 сағат өтті. Мен тапжылмай күттім. Содан кейін ол шықты. Бірақ жалғыз емес. Қасында өрімдей жас қыз тұрды. Оның үстіндегі жұқа, қысқа киімі түнгі аязға, ызғарлы ауа райына мүлдем сәйкес келмейтін. Ол шіңкілдей күліп, менің күйеу баламның мойнына асылды. Ал анау оны мықтап құшақтап, бетінен қайта-қайта сүйіп жатты. Менің жалғыз қызым 4 қабырғаға қамалып, көз жасын көліп алып, үреймен отырғанда, бұл оңбаған басқамен көңіл көтеріп жүр екен. Бұл көрініс кеудеме қанжар болып қадалды. Жүрегім кенеттен қатты шаншып, көз алдым тұманданып кетті. Дем ала алмай, қабырғаны сүйей құлап түсе жаздадым.
Қалтыраған қолдарымен қалтамнан дәрімді зорға тауып алып, тілімнің астына салдым. Менің уақытым аз. Өте аз екенін өзімде анық білем. Ауру мені ішімнен кеміріп, күн санап емес, сағат санап әлімді алып бара жатқан еді. Бірақ мен қазір құлай алмаймын. Құлауға еш хақым жоқ. Мен сырттай бақылаудың жеткіліксіз екенін түсіндім. Алыстан аңдығаннан ештеңе шықпайды. Маған оның ішіне кіру керек. Оның ортасына, оның лас әлеміне жақындау қажет еді. Ертеңінде мен сол қымбат мейрамхананың артқы есігіне бардым. Басқарушы жігіт үстіме жиіркене мұрнын шүйіре қарады. Сендей шалдың қолынан бұл жерде не келеді? Бізге жас, ширақ адамдар керек. Аула тазалау оңай жұмыс емес, деді ол кесіп, бетіме тік қарап. Мен басымды идім. Мен намысымды таптап, оған жалындым. Балам, маған көп ақша керек емес. Тек күніне бір уақыт ыстық тамақ пен қуыстай жылы орын берсең болды. Қоқыс шығарам, аула сыпырам, еден жуам. Қолымнан бәрі келет, дедім жалынышты үнмен. Ол сәл ойланып тұрды да келісті. Тегін, әрі үндемейтін жұмыс күші күнге керек болмасын. Солайша мен өмірінің соңғы күндерін сүріп жатқан ауру шал, байлардың ласын тазалайтын аула сыпырушыға айналдым. Менің мақсатым енді айқындала түсті. Күздің ызғарлы желі сүйегінен өтіп кететін. Аула сыпырғыштың ағаш сабы мұздай болып, күстенген қолдарыма жабысып қалатын. Қоқыс жәшіктерінің сасық иісі, мейрамханадан шыққан қуырылған еттің иісімен араласып, жүрегімді айнытатын. Бірақ мен шыдадым. Мен сыпырдым. Мен үнсіз сыпырдым. Мен олардың келетін сәтін күтіп сыпырдым. Егер сіздің қолыңыздан ештеңе келмейтіндей көрінген шақта, қорғаусыз қалған жақыныңызды құтқару үшін осындай тәуекелге барар ма едіңіз? Пікірге жазыңыз. Және арнамызға жазылыңыз. Бұл кішігірім қолдауыңыз бізге осындай тағдырлы оқиғаларды жалғастыруға, қиындыққа түскен жандарға үміт сыйлауға үлкен септігін тигізеді. Олар аптасына 3-4 рет келетін. Әр келген сайын жеке, оңаша, қымбат бөлмеге жайғасатын. Бұл бөлменің үлкен терезесі артқы аулаға, дәл мен қоқыс шығаратын жерге қарап тұратын еді. Ол жерден бәрі жақсы көрінеді, бәрі анық естіледі. Бір күні түн ортасында олар әбден мас болып терезені ашып қойды. Мен қараңғы бұрышта үлкен қоқыс жәшігінің тасасында тығылып тұрдым. Олардың дауыстары маған тайға таңба басқандай анық жетті. Тағы да әйеліңді сабадың ба? Кешегі бейне жазбаң сұмдық қой, өлтіріп қоя жаздадың емес пе? Деді достарының бірі қарқылдап, рахаттана күліп. Оған сол керек. Тілін тие алмаса, солай тәрбиелеймін. Ал әкесі ол бір бейшара шал ғой, жақында өледі, қолынан не келеді дейсің? Деп жауап берді күйеу балам, сөзіне мастанып. Менің ішім өртеніп кетті. Тісімді қатты қайрағаным соншалық, жағым ауырып, сырқырап кетті. Олар менің қызымның көз жасын мазар етіп, оны бір жансыз ойыншық құрлы көрмей отыр. Олар үшін менің балапанымның тағдыры тек күлкі мен ермек қана екен. Сол сәтте мен бір маңызды нәрсені түсіндім. Бүкіл дәлел оның қолындағы темір жәшікте ұялы телефонында еді. Ол бүкіл сұмдығын, ұрып соққанын сол телефонға түсіріп, достарына тарататын. Оны құрту үшін, оның беделді әкесінің алдында бетпердесін сыпыру үшін маған сол ұялы телефон керек. Бірақ оны жайдан жай ұрлай алмаймын. Онда міндетті түрде құпия сөз бар екені анық. Маған сол сандарды білу қажет болды. Онсыз ол темірдің маған ешқандай пайдасы тимейтін еді. Мен бақылауымды екі есе күшейттім.
Ол мейрамханадан мас болып шыққан кездері, темекі шегуге далаға шыққанда үнемі телефонын шұқитын. Мен сыпырғышымды ұстап, жұмыс істеген болып, жанынан білдіртпей өтіп жүрдім. Көзімнің қиығымен оның саусақтарының қозғалысын аңдыдым. Күндер өтіп жатты. Менің жағдайым күннен күнге нашарлай берді. Түнде жөтелі қысып, орамалыма қызыл қан түкіретін болдым. Кеудемдегі от барлық денемді жайлап, ішімнен қуырып бара жатқандай еді. Кейде таңертең орнымнан тұрудың өзі үлкен азапқа айналды. Бірақ мен берілмедім. Көз алдыма қызымның үрейлі жүзі, оның мөлдіреген көз жасы келгенде, бойыма қайтадан күш бітетін. Мен осы сұмдықты тоқтатпайынша топыраққа тыныш жата алмайтынымды білдім. Бірде ол көлігінің жанында жалғыз тұрып, телефонын ашты. Мен дәл артында жердегі күзгі жапырақтарды жинап жатқанмын. Ол маған қарапайым қоқыс жинаушы шалға мүлдем назар аударған жоқ. Мен оның саусақтарының жарық экранда қалай жүгіргенін анық көрдім. 4 сан. 4 ғана сан. Мен ол сандарды жаттап алдым. Мен оларды миыма құйып алдым. Мен оларды күбірлеп ішімнен қайталай бердім. Сол күні түнде ұйықтамадым, сандырақтап жатып та сол 4 санды қайталаумен болдым. Енді тек бір ғана қадам қалды. Оның телефонын қолға түсіру. Ол үшін маған ең ыңғайлы сәт керек еді. Оның есінен танып мас болатын, немесе телефонын үстел үстінде, я болмаса күртешесінің қалтасында ұмытып кететін сәтін күту. Мен күттім. Мен аш фарақтана күттім. Мен әділдікке шөлдеп күттім. Сол бір түнде келіп жетті. Олар әдеттегіден де қатты шулап, үстел үстін бос бөтелкелерге толтырды. Аудан басшысының ұлы, менің қатыгез күйеу балам орнынан тұра алмайтындай күйге жетті. Оның достары да ес-түссіз, әр бұрышта құлап жатты. Оның қымбат күртешесі орындықтың арқалығында ілулі тұрған. Мен терезеден сығалап, іштегі тыныштықты бақыладым. Бәрі ұйқыға кеткен. Тек баяу музыка ғана ойнап тұрды. Менің жүрегім кеудемді жарып шығардай соқты. Менің қолымда тек сыпырғыш емес, менің қолымда қызымның тағдыры тұрды. Мен артқы есіктен білдіртпей ішке кірдім. Дәлізбен аяғымның ұшымен басып, олар жатқан жеке бөлмеге жақындадым. Есікті жаймен итердім. Ол ашық екен. Бөлменің іші көк түтін, шімдік пен тердің иісі қолқаны қабады. Менің көзім бірден орындықта ілулі тұрған күртешеге түсті. Оның қалтасынан кішкентай темірдің, телефонның шеті қылтиып көрініп тұр еді. Мен жақындадым. Қолым дірілдеп кетті. Егер қазір оянса, мені осы жерде аяусыз сабап өлтіріп тастайтыны анық еді. Бірақ менде қорқыныш болмады. Мен телефонды суырып алдым. Дәл сол сәтте арт жағымнан ауыр аяқ киімнің дыбысы естілді. Біреу маған қарай жақындап келе жатты. Аяқ киімнің дыбысы жақындай түсті. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Дене мұздап кетті. Бөлмеге мейрамхананың күзетшісі кіріп келе жатты. Мен дереу еденге еңкейдім. Қолымдағы сыпырғышпен жерде жатқан бос бөтелкелерді сылдырлатып жинаған болып сыңай таныттым. Күзетші маған сыздана күдіктене қарады. Ей, шал, мұнда не істеп жүрсің? Бұл жерде саған не бар? Деді ол дөрекі, бұйрықты дауыспен. Кешіріңіз, балам. Мына жерді тазалап кетейін деп едім. Қоқыс пен бос бөтелкелер көбейіп кетіпті дедім басымды төмен салып, әлсіз, бейшара үнмен. Ол бұрышта ес-түссіз ұйықтап жатқан байдың балаларына бір қарады да, маған қарап қолын бір-ақ сілтеді. Жоғал бар, таңертең тазалайсың.
«Қазір шық далаға», деп бұйырды ол. Мен басымды шұлғып, тез басып бөлмеден шығып кеттім. Менің оң қолым күртешемінің қалтасындағы салқын темірді қысып тұрды. Мен үлгердім. Мен оны алдым. Мен қызымның азаттығының кілтін өз қолыма түсірдім. Далаға шыққанда ызғарлы жел бетіме ұрды. Күздің түні сүйектен өтетіндей суық еді. Бірақ мен тоңбадым. Менің кеудемде жеңіс пен қорқыныш араласқан ыстық от лаулап тұрды. Мен түнгі қараңғы көшемен арзан қонақ үйіме қарай кемітпеге қарамастан жүгіре жөнелдім. Ауру өкпем қысылып, тамағымды жөтел қырнап жатса да тоқтамадым. Бөлмеме кіріп, есікті ішінен мықтап іліп алдым. Темір кереуетке отырып, дірілдеген қолдарыммен қалтамнан телефонды шығардым. Қараңғы, ызғарлы бөлмеде оның жарығы көзімді қарықтырды. Экранда құпия сөз сұраған жазу шықты. Мен терең дем алдым. 4 сан. Менің күндер бойы аңдып жүріп жаттап алған 4 саным. Саусақтарыммен сол сандарды баяу тердім. 1, 2, 3, 4 сырт еткен дыбыс шықты. Экран ашылды. Менің жүрегім кеудеме сыймай дүрс-дүрс соқты. Бөлменің ішіндегі тыныштықта өз жүрегімнің соғысы құлағыма анық естіліп тұрды. Мен оның суреттері мен бейне жазбалары сақталған жерге кірдім. Ондағы көргендерім. Ол сұмдықты адам баласының тілімен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Бұл нағыз тозақтың бейнесі болатын. Менің періште қызым, менің жалғыз тұяғым еденде қан жоса болып жатты. Ол оны аяусыз тепкілеп, шашынан сүйреп жүр екен. Жазбадан қызымның жалынған, жылаған дауысы естілді. Менің көзімнен бір тамшы да жас шықпады. Мен жыламадым. Менің ішімдегі қан қатып қалғандай болды. Мен бұл жазбаларды көрген сайын, ішімдегі адамгершілік сезімдерім өліп, орнына кек пен ыза орнай берді. Менің алақаныма салып аялаған құлынымды ол осылай хорлапты. Ол бұл бейнелерді достарына жіберіп, астына мазақ сөздер жазыпты. Бүгін жақсылап сабадым, енді үні шықпайды. Тағы да көз жасым көл қылды. Бейшара деген хабарламаларды оқыдым. Менің демім тарылып, бөлменің ауасы жетпей жатқандай сезіндім. Ауру жүрегім шаншып, көз алдым қарауытып кетті. Мен көрдім. Мен оқыдым. Мен оның нағыз адам кейпіндегі шайтан екенін түсіндім. Құрметті көрермен, сіздің айналаңызда осындай сұмдыққа душар болып, бірақ қорқыныштан немесе ұяттан үнсіз жүрген жандар бар ма? Мүмкін сіз сондай жағдайды көріп, не істеріңізді білмеген шығарсыз. Және біздің арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Бұл өте маңызды. Сіздің тіркелуіңіз осындай қатыгездіктің құрбаны болған қыз-келіншектерге қолдау көрсетуге, олардың жалғыз емес екенін білдіруге, зорлық-зомбылыққа қарсы үнімізді жарқын шығаруға көмектеседі. Үнсіз қалмайық. Таң атты. Терезеден сұрғылт жарық түсті. Мен бір сәтте көз ілмедім. Түн бойы сол сұмдық жазбаларда қайта-қайта қараумен болдым. Менің қолымда үлкен қару бар. Бірақ бұл қаруды қалай дұрыс қолдануды білуім керек еді. Егер мен оны жай ғана полицияға немесе сотқа апарып берсем, олар оны сол жерде-ақ жойып жібереді. Өйткені аудан басшысының қолы ұзын, ақшасы көп. Олар мені жындыханаға жауып немесе үнсіз жоқ қылып жіберуі әбден мүмкін. Маған ақылмен әрекет ету керек. Заманауи құрылғыларды, ғаламторды жақсы білетін адам қажет болды. Мен таңертең қонақ үйден шығып, қаланың ескі базар жағына бардым. Ол жерде ұялы телефон жөндейтін кішкентай дүңгіршектер көп еді. Мен ең шеттегі, адам көзіне көп түспейтін, қараңғылау бір дүңгіршекке бердім.
Ішінде көзілдірік таққан, арықша келген жас студент бала отыр екен. Мен оған жақындап, бар жинаған ақшамның тең жартысын алдына қойдым. Балам маған мына телефондағы барлық жазбаларды, суреттер мен хаттарды басқа жерге көшіріп берші. Және оны ғаламтордың ешкім өшіре алмайтын, ешкім табалмайтын жеріне тығып сақта. Егер мен 3 күннен кейін саған хабарласпасам, бұл жазбаларды бүкіл жаңалықтарға, барлық халыққа, әлеуметтік желілерге таратып жібер дедім қатаң бұйрықты үнмен. Ол бала алдындағы ақшаны көріп таң қалды. Сосын телефонды қосып, бейне жазбалардың бір шетін байқап қалып, шошып кетті. Оның көздері бадырайып, маған үрейлене қарады. Бірақ ол ақшаға мұқтаж еді, сондықтан үндемей келісті. Ол бірнеше сағат бойы компьютердің түймелерін басып, бәрін мен айтқандай етіп жасап берді. Енді менің арқамда үлкен күш бар. Менің өлімім енді олар үшін құтылу емес, нағыз апатқа айналатын болды. Мені өлтірсе де, мені қамаса да, шындық бәрібір жарыққа шығады. Мен енді ештеңеден қорықпаймын. Менің өмірім осымен бітті, бірақ қызымның өмірі енді басталуы керек. Мен күйеу баламның әкесіне, сол құдіретті аудан басшысына баруға бел байладым. Дәл өзіне, оның зәулім, қымбат кеңсесіне. Менің үстімдегі киімім тозған, түрім шаршаңқы, аурудан жүдеген едім. Бірақ ішкі рухым темірдей берік болатын. Мен әкімдіктің ғимаратына келдім. Жалтыраған мәрмәреден, қымбат жиһаздар, қатаң күзетшілер. Күзетшілер мені ішке кіргізгісі келмеді. Олар мені қаңғыбас деп ойлап, итеріп жіберуге тырысты. Бірақ мен оларға айғайлап, жанжал шығармадым. Мен күш көрсетпедім. Мен тек қабылдыру бөлмесіндегі хатшы қызға бір ғана сөйлем жазылған кішкентай қағаз ұсындым. Қағазда мен сіздің ұлыңыздың ұялы телефонын таптым. Ондағы бейне жазбалар жарты сағаттан соң бүкіл елге тарайды. Жәңгір шал деп жазылған еді. Хатшы қыз қағазды оқып, беті қуарып кетті. Ол орнынан атып тұрып, бастығының есігін қағып, ішке кіріп кетті. Небәрі 1 минуттан соң күзетшілер маған таңырқай қарап жол берді. Хатшы қыз дірілдеген дауыспен мені ішке шақырды. Менің жоспарым іске асты. Мен аюдың апанына, айдаһардың үңгіріне өз аяғыммен кіріп бара жаттым. Мен есікті аштым. Үлкен үстелдің артында, былғары орындықта аудан басшысы отырды. Оның жүзі сұсты, көздері қаһарлы еді. Бірақ мен оның көзінің түбінен кішкене болса да үрейді байқадым. Ол өз ұлының қандай екенін өте жақсы білетін. Ол маған қарап тісін қайрап, кел құда. Төрлет қолыңда не бар өзі? Деді бәсең дауыспен. Мен үстелдің алдына барып тоқтадым. Тік тұрдым. Бойымды тіктеп, оның көзіне тура қарадым. Менің қолымда сенің ұлыңның бүкіл өмірін, сенің бүкіл беделіңді күл талқан ететін шындық бар дедім мен ешбір саспай. Аудан басшысы орнынан сәл көтеріліп, маған тесіле қарады. Оның кең кабинетіндегі ауа тарылып кеткендей болды. Бөлменің ішінде қымбат темекінің, ауыр былғары жиһаздың, және қандайда бір белгісіз әтірдің иісі қолқаны қауып тұрды. Қабырғадағы үлкен ағаш сағаттың тықылдаған дауысы ана осы өлі тыныштықты бұзып тұрған еді. Ол маған жақтырмай жиіркене қарады. Не оттап тұрсың, шал? Қандай бейне жазба? Қандай шындық? Менің балам сенің ауылдан келген көргенсіз қызыңды алақанда аялап, алтынға бөліп отырған жоқ па? Оған не жетпейді? Деді ол даусын қатайтып, маған сес көрсете сөйлеп. Мен үндемедім. Сөзбен түсіндіріп жатудың қажеті жоқ екенін білдім.
Қалтамнан өзімнің ескі экраны сызылған телефонымды шығардым. Мен негізге дәлелдер сақталған қымбат құрылғыны қауіпсіз жерге тығып, тек бір ғана бейнежазбаны осы өзімнің ескі телефоныма көшіріп алған едім. Дыбысын ең жоғарғы шегіне қойдым да түймені бастым. Бөлменің ішіндегі ауыр тыныштықты кенеттен қызымның жанұшыра шыңғырған дауысы жарып жіберді. Оның жалынып, жылап, араша сұраған үні кең кабинеттің қабырғаларына соғылып, жаңғырып жатты. Содан кейін күйеу баламның қарқылдап күлген, анайы сөздер айтып, балағаттаған дауысы анық естілді. Әкімнің бет әлпеті лезде өзгеріп сала берді. Оның жаңа ғана мысқылдап тұрған жүзі қуарып, көздері шарасынан шыға жаздады. Ол ауыр дем алып, орындығына сылқ етіп құлап түсті. Оның маңдайынан мұздай тер бұрқ етті. Ол өз ұлының қандай қатыгез екенін іштей білгенімен, оның мынандай жауыздығын, онысын таспаға түсіріп мақтанатынын күтпегені анық еді. Бейнежазба аяқталды. Бөлмеде қайтадан өлі тыныштық орнады. Мен телефонымды қалтама салып, оған тесіле қарап тұра бердім. Мынау қашан болған? Сен мұны қайдан алдың? Деді ол дірілдеген дауыспен, бағанағы өркөкіректігінен істе қалмай. Оның маңызы жоқ, дедім мен кесіп айтып. Маңыздысы сол, бұл жазбалар ондаған тіпті жүздеген. Және олардың бәрі менің қолымда. Сенің ұлыңның бүкіл былығы, ішкен жегені, қылмысы түгел сол темір жәшіктің ішінде жатыр. Ол терең күрсінді. Сосын үстелінің ауыр тартпасын ашты. Оның ішінен буда көк қағаздарды, шетелдің ірі ақшаларын шығарып, үстелдің үстіне лақтырды. Ал. Қанша керек саған? Миллион ба? 2 миллион ба? Айт, қалағаныңды берейін. Тек мына пәлеңді өшірде, қызыңды алып, бұл қаладан қараңды батыр. Екінші рет көзіме көрінбеңдер, деп айғайлады ол. Мен сол ақшаларға қарадым. Бір кездер мен осындай байлықты түсінде де көрмеген шығармын. Бірақ қазір бұл қағаздар мен үшін жай ғана қоқыс еді. Менің көз алдымда қызымның көгерген денесі мен жасқа толған көздері ғана тұрды. Мен сатылмаймын. Менің арым сатылмайды. Менің қызымның төгілген қанды жасы сатылмайды. Сенің байлығың маған керек емес. Сенің ақшаң менің қызымның сынған тағдырын бүтіндей алмайды, дедім тамағым қарлығып. Ол орнынан атып тұрды. Оның көздерінен кек пен ызаның оты жанды. Ол үстелдің астындағы жасырын түймені басты. Сосын тартпаның түбінен ауыр, қара тапаншаны суырып алып, дәл менің кеудеме кезенді. Есік жұлқа ашылып, ішке 2 ірі денелі күзетші басып кірді. Олар мені 2 жағымнан қапсыра ұстап, қолдарымды артыма қайырып, еденге тізерлете құлатты. Иығым сытырлап, сүйегім сынып кете жаздады. Сен ауылдың сасық шалы, кіммен ойнап тұрғаныңды білмейсің. Сен бұл кабинеттен тірі шықпайсың, деп ырылдады ол маған төніп келіп. Оның тапаншасының суы ұшы менің маңдайыма тақалды. Тапаншаның шүріппесі сырт етті. Суық темірдің маңдайыма тірелгені бүкіл тұла бойымды мұздатып жіберді. 2 күзетші мені еденге қатты басып, таптап ұстап тұрды. Ауру өкпем қысылып, дем алуым қиындап кетті. Аузыма қанның кермек дәмі келді. Бірақ мен көзімді жұмбадым. Мен оның қаһарлы, қанға толы көздеріне тіке қарадым. Мен қорықпадым. Мен жыламадым. Мен тіпті жалынбадым да. Мен кенеттен күлімсіредім. Мен оның көзіндегі үрейді көріп, шын ниетіммен рахаттана күлімсіредім. Менің бұл күлкім оны тіпті шошытып жіберді.
Ол мылтығын сәл төмен түсіріп, маған түсініксіз кейіппен қарап қалды. Егер сіз осындай үлкен билік пен ақшаның алдында өлім қаупі төніп тұрған сәтте жалғыз қалсаңыз, не істер едіңіз? Өмір үшін күресер ме едіңіз, әлде ақшаны алып кетер ме едіңіз? Пікірге жазыңыз. Және арнамызға тіркелуді сұраймын, өйткені жақсылық пен әділдіктің жеңісіне сенетін, шындық үшін күресе білетін жандар көбірек болса екен дейміз. Ақ, дедім мен қырылдаған дауыспен, аузымдағы қанды түкіріп тастап. Дәл қазір ат. Шүріппені бас. Менің онсыз да 3 ай өмірім қалған. Менің жүрегім тоқтаса, сенің де, сенің сүйікті ұлыңның да өмірі дәл сол секундта тоқтайды. Ол серг ете түсті. Күзетшілерге қағып, мені сәл босатуды бұйырды. Мен еденнен зорға көтеріліп, тіземді қақтым. Ауру кеудемді ұстап, қатты жөтеліп алдым. Сен не деп отырсың, жынды шал? Қандай 3 ай? Деді ол мылтығын төмен түсіріп, үстеліне сүйеніп. Мен терең тыныс алдым. Ендігі кезек менікі ел. Енді бұл бөлменің қожайыны ол емес, мен екенімді сезіндім. Дәрігерлер маған небәрі 3 ай өмір қалды деді. Менің кеудемде айықпас дерт бар. Менің жоғалтатын ештеңесі жоқ адаммын дедім мен баяу, әр сөзімді шегелеп айтып. Сенің ұлыңның телефонындағы бүкіл сұмдық бейне жазбалар қазір ғаламтордың ең құпия жерінде тұр. Оны арнайы адам бақылап отыр. Егер мен оған әр 3 сағат сайын қоңырау шалып, тірі екенімді айтпасам, ол жазбалар сол сәтте бүкіл жаңалықтарға, бүкіл халыққа тарайды. Сенің креслоң, сенің беделің, сенің еркетай ұлыңның бостандығы, бәрі күл талқан болады. Әкімнің бетінен қан қашты. Ол менің көзімнен ешқандай өтірікті, ешқандай қорқынышты көре алмады. Өлім аузында тұрған адамның көзі алдамайтынын ол өте жақсы түсінді. Ол менің сөзіме сенді. Ол күзетшілерге қарап, шығыңдар, екеуің де далаға шығып, есікті жабыңдар. Ешкім кірмесін, деп ақыруға шақ қалды. Күзетшілер үн-түнсіз шығып кетті. Біз бөлмеде екеуміз ғана қалдық. Ауыр сағаттың тықылдаған үні қайтадан естіле бастады. Ол басына қолдарына апарып, шашын жұла жаздап, кабинеттің ішінде әрлі-берлі жүре бастады. Ол торға түскен аңдай бұрқанып, не істерін білмей дағдарды. Сен не қалайсың менен? Мен саған қазір ақша бердім ғой. Басқа не керек саған? Деп жанұшыра сұрады ол менен. Маған сенің ұлыңның жазасын алғаны керек. Маған оның сот алдында жауап беріп, түрмеге отырғаны керек. Менің қызымның әрбір төгілген жасы үшін ол заң алдында жауап беруі тиіс. Және сен оны өз қолыңмен сақшыларға тапсырасың, дедім мен қатаң талап қойып. Ол маған жындана қарады. Сен есіңнен адасқан шығарсың. Мен өз ұлымды өз қолыммен түрмеге жабат деп ойлайсың ба? Мен оны құтқару үшін бәрін жасаймын. Онда мен қазір ешқайда қоңырау шалмаймын. Жарты сағаттан соң бүкіл ел сенің ұлыңның кім екенін, оның қандай қатыгез хайуан екенін білетін болады. Ал сен оны жасырған қылмыскер ретінде қызметіңнен ұшасың. Таңда өзіңде, дедім мен есікке қарай бұрылып. Ол менің жолымды кес-кестеді. Оның көзінде шарасыздық бар еді. Ол бір кездері бүкіл ауданды осында ұстаған, ешкімге басын имеген адам болатын. Ал қазір ол ауылдан келген, үсті басы жұпыны, ауру шалдың алдында дәрменсіз болып тұрды. Ол қалтыраған қолдармен телефонын алды. Нөмір терді. Балам, тез арада менің кеңсеме кел. Иә, дәл қазір. Ештеңе сұрама, тез жет.
деп айғайлады ол тұтқаға. Мен күттім. Мен үнсіз күттім. Мен әділдіктің орнайтын сәтін күттім. Осы сәтті көру үшін мен қаншама азапты бастан өткердім. Қаншама түнді ұйқысыз өткіздім. Енді артқа шегінер жол жоқ еді. Менің кеудемдегі дертімде сәл бәсеңдегендей, маған қосымша күш бергендей болды. Жарты сағаттай уақыт өтті. Кабинеттің есігі жұлқа ашылып, ішке менің күйеу балам кіріп келді. Оның үстінде баяғы қымбат киім, жүзінде баяғы менмендік бар еді. Бірақ ол мені көріп кілт тоқтады. Оның көздері шарасынан шыға жаздап, бет әлпеті бұзылып кетті. Мына шал мұнда не істеп жүр? Әке, бұл қаңғыбасты кім кіргізді? Деді ол жиіркенішпен маған қарап. Оның әкесі ұлына жақындап келді де, оның бетінен бар күшімен шапалақпен тартып жіберді. Соққының қатты болғаны сонша күйеу балам теңселіп барып, қабырғаға соғылды. Ақма, мал, сен не істегеніңді білесің бе? Сен біздің бүкіл өмірімізді құрттың, деп ақырды әкесі ұлының жағасына жармасып. Күйеу балам қабырғаға соғылып, есін жия алмай қалды. Ол әкесіне бадырая қарап, аузынан қан аралас сілекейі ағып тұрып қалды. Ол өмірінде әкесіне мұндай соққы алмағаны көрініп тұр еді. Оның көзінде қорқыныш пен түсініспеушілік араласып кетті. Әке, сізге не болды? Мына қаңғыбас не деп отыр сізге? Мен оны қазір деп ол маған қарай ұмтыла берді. Бірақ әкім оның кеудесінен кері итеріп жіберді. Оның даусы кабинетті басына көтерді. Ол өзінің барлық билігін, барлық байлығын бір сәтте жоғалтып алудан қорқып, жабайы аңға айналып кеткендей болды. Жап аузыңды. Сенің бүкіл лас тірлігің, әйеліңді қорлаған сұмдығың мына шалдың қолында. Ол бәрін ғаламторға таратып жібермекші. Біз біттік, түсінесің бе? Сен бізді құрттың, деп ол ұлының жағасын жұлмалады. Күйеу балам маған жалт қарады. Оның бағанағы менмен өркөкірек бейнесінен түкте қалған жоқ. Ол кенеттен кішкентай, қорқау, бейшара күшікке ұқсап қалды. Оның көздері алақтап, бөлменің ішінен құтқарушы іздегендей болды. Бұл мүмкін емес. Менің телефоным. Ол менің қалтамда болған. Сен оны қалай алдың, кәрі төбет? Деп ол маған қарай атылды. Ол менің жағамнан шап беріп ұстады. Оның қолдары дірілдеп, демі бетіме тиіп тұрды. Одан қымбат әтірмен ащы ішімдіктің ең бастысы, нағыз жануарлық қорқыныштың иісі шығып тұр еді. Ол мені сілкілеп, қабырғаға тақады. Менің ауру өкпем қайтадан қысылып, көз алдым тұманданып кетті. Мен сені өлтірем. Өз қолыммен тұншықтырам. Сенің сөзіңе кім сенеді? Деп ол ақырып жатты. Мен оған қарсыласпадым. Мен қолымды көтеріп, оны итермедім. Мен тек оның көзіне тура қарап, жеңімпаздың күлкісімен жымидым. Менің бұл тыныштығым, өлімнен қорықпауым оны тіпті есінен адастыра жаздады. Ол менің кеудемнен қаттырақ қысып тұншықтыра бастады. Егер сіздің ең жақын адамыңыз, өз қаныңыздан жаралған балаңыз ауыр жауыздық жасап, оны жасыруға тура келсе, сіз әділдікті таңдар ма едіңіз, әлде қаныңызды тартар ма едіңіз? Және біздің арнаға міндетті түрде тіркеліңіз. Осы арқылы сіз зорлық-зомбылыққа қарсы үлкен күшке қосылып, өмірде қиналған, қорғансыз қалған жандарға көрінбес қорған боласыз. Сіздің тіркелуіңіз өте маңызды. Сол кезде оның әкесі ұлын ту сыртынан келіп бас салды. Ол бар күшімен ұлын менен жұлып алып, еденге құлатты.
екі ірі еркек әке мен бала қымбат кабинеттің ортасында мәрмәр еденде арпылдасып жатты. Мен бұрыштағы орындыққа сүйеніп, ауыр дем алып тұрдым. Тоқта, ақымақ. Егер ол осы жерде өлсе, біздің жағдайымыз одан да бетер болады. Жазбалар бәрібір тарайды, деп әкесі ұлының үстінен басып тұрып айғайлады. Күйеу балам еденде жатып жылап жіберді. Иә, баяғы қызымды сабағанда қарқылдап күлетін, өзін құдіретті санайтын, алтын бала кәдімгідей еңіреп жылап жатты. Оның бар мықтылығы, бар батырлығы тек әлсіз әйелге ғана жететін еді. Ал нағыз қауіп төнгенде ол іші қуыс, қорқақ бейшара болып шықты. Мен қарап тұрдым. Мен үнсіз қарап тұрдым. Мен олардың өз-өздерін жеп жатқанын қарап тұрдым. Менің ішімде ешқандай аяушылық, ешқандай кешірім болмады. Не істейсіз енді оны, құда? Дедім мен баяу ғана мысқылмен. Жарты сағат өтті. Менің уақытым тығыз. Не мен қазір нөмір теремін, не сіз тересіз. Аудан басшысы еденде жылап жатқан ұлына ұзақ қарап тұрды. Оның ішінде үлкен күрес жүріп жатқаны анық еді. Ол бір жағынан өз қанынан жаралған баласын аяса, екінші жағынан өзінің жылдар бойы жинаған беделін, байлығын, жұмсақ креслосын қимады. Билік пен ақша оның көзін әлдеқашан байлап тастаған болатын. Ол ауыр күрсініп, үстеліне барды. Үстелдің үстінде тұрған қара телефонның тұтқасын көтерді. Оның қолдары қалтырап тұрды. Полиция бастығына қос деді ол хатшысына бұйрық беріп. Ұлы орнынан ұшып тұрып, әкесінің аяғына жығылды. Ол оның шалбарынан тартып, жалынып жалбарына бастады. Әке, жо. Мені сатпашы. Мен түрмеде өлемін ғой. Әке, өтінем, мына шалды құрта салайықшы, ақша берейік, бәрін жабайық. Мен енді олай істемеймін, сөз беремін. Деп ол боздап жылады. Бірақ әкесі оған қарамады. Ол телефоннан жауап күтіп тұрды. Алло, сәке. Бұл мен ғой. Менің кеңсіне жігіттеріңді жіберші. Тез арада. Иә. Қамауға алу керек. Менің ұлымды, деді ол даусы дірілдеп, тұтқаны қайтадан орнына қоя салды. Кабинет ішіндегі ауа мұздай болып кетті. Күйеу бала еденде бұйраланып жатып, басын шайқап, есінен адасқан адам құсап күңкілдеп жатты. Оның өмірі дәл осы сәтте аяқталған еді. Менің мақсатым орындалды. 10 минуттан соң кабинетке қарулы сақшылар кіріп келді. Олар жағдайды түсінбей, әкімге жалтақтай қарады. Әкім теріс қарап тұрып, қолымен ұлын нұсқады. Сақшылар күйеу баламның қолын артына қайырып, темір кісенді сарт еткізіп салды. Ол қарсыласпады, тек мұрнын тартып, былшылдап жылай берді. Олар оны сүйреп алып кетті. Есік жабылды. Бөлмеде тағы да әкім екеуміз ғана қалдық. Ол маған бұрылып қарады. Оның көздері қартайып, шүңірейіп кеткендей көрінді. Бірнеше минуттың ішінде ол 10 жасқа қартайып кеткендей еді. Сен мақсатыңа жеттің, шал. Мен өз баламды өз қолыммен түрмеге жаптым. Сенің көңілің толды ма? Енді бұл қаладан табаныңды жалтырады. Жазбаларды өшір, деді ол шаршаңқы, әлсіз дауыспен. Жазбалар сақталады. Егер ұлың соттан сытылып шықса, немесе мерзімінен бұрын босап шықса, олар бірден халыққа тарайды. Бұл менің саған қалдырған сыйлығым болсын, деді мен бұрылып, есікке қарай беттеп. Мен кабинеттен шықтым. Ғимараттың ұзын, жарқыраған дәліздерімен баяу басып келе жаттым. Менің аяқтарым бұрынғыдай ауыр емес еді. Иығымнан үлкен тас түскендей жеңілдеп қалдым.
Ауру өкпемде еркін тыныс ала бастағандай болды. Мен жеңдім. Жалғыз өзім, қарапайым ғана ауыл шалы болып, үлкен жүйені түзе бүктірдім. Далаға шыққанда аспан ашылып күн жарқырап тұр екен. Күздің салқын ауасы маған ең таза, ең хош иісті ауа болып сезілді. Мен терең тыныс алдым. Ендігі кезек қызым. Өмірде ешқашан жеңе алмайтындай көрінген, сізден әлдеқайда күшті адамдармен немесе жағдайлармен күресіп, бірақ соңында шындық жеңіп шыққан сәттеріңіз болды ма? Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздің бір ғана батырманы басуыңыз талай әйелдің өмірін сақтап қалуға, осындай тағдырлы оқиғалардан сабақ алуға үлкен түрткі болуы мүмкін. Мен оның үйіне бардым. Зәулім ғимарат, баяғы суық темір есік. Бірақ бұл жолы мен бұл жерге кібіртіктеп қорқып кірген жоқпын. Мен есікті қақтым. Қызым ашты. Оның көздері әлі де қызарып, үрейге толы еді. Ол мені көріп таң қалды. Әке, ол үйде жоқ. Ол кетіп қалған, қашан келерін білмеймін деді ол жан жағына жалтақтап. Мен оның маңдайынан сүйдім. Менің көзімнен сол кезде ғана, осыншама күннен кейін алғаш рет бір тамшы жас домалап түсті. Ол енді ешқашан келмейді, құлыным. Ол енді саған ешқашан қол көтермейді. Жинал, біз үйге қайтамыз деді мен оның шашынан сипап. Ол менің сөзіме сене алар емес. Ол маған сұраулы жүзбен қарады. Бірақ менің көзімдегі сенімділікті, жүзімдегі тыныштықты көріп, бәрін түсінгендей болды. Ол менің мойныма асылып, сол жерде, есік алдында ұзақ жылады. Бұл жолы қорқыныштан емес, бостандық пен қуаныштан жылап тұр еді. Біз оның заттарын жинадық. Көп нәрсе алмадық. Тек ең қажетті киімдерін ғана шағын сөмкеге салдық. Бұл лас үйден, бұл тозақтан ешқандай байлық, ешқандай естелік алудың қажеті жоқ еді. Біз пәтердің кілтін үстел үстіне тастап, есікті сыртынан жаптық. Вокзалға келгенде кеш батып қалған болатын. Пойыздың дөңгелектерінің тарсылы, адамдардың улап-шулаған дауысы маған ең әдемі әуенде естілді. Біз вагонға кіріп, өз орындарымызға жайғастық. Терезеден қаланың жыпылықтаған шамдары алыстап бара жатты. Мен бұл қалаға өлу үшін келген едім. Бірақ мен бұл қаладан өмір сыйлап қайтып бара жатырмын. Өзімнің ғана емес, қызымның да жаңа өмірін бастауына жол аштым. Енді менің жүрегім тыныш. Енді мен топыраққа емін еркін, армансыз жата аламын. Мен үнсіз күттім. Мен әділдіктің орнайтын сәтін күттім. Және сол сәт келді. Пойыздың дөңгелектері темір жолға соғылып, бір қалыпты, ырғақты дыбыс шығарып келеді. Трук-тук, трук-тук. Бұл үн менің ауру жүрегімнің соғысымен ұласып, миымда жаңғырып жатты. Вагонның іші күңгірт. Шала жанған жалғыз шамның әлсіз сәулесі терезеден түскен ай жарығымен араласып, айналаны сұрғыл түске бояған. Қызым менің иығыма басын қойып терең ұйқыға кеткен. Оның демалысы жиі, кейде түсінде шошып оянып, менің қолымды қаттырақ қысып қояды. Оның шашынан ваниль мен қандайда бір белгісіз қалалық сусабының иісі шығады. Бірақ менің танауыма тек қана оның қорқынышқа толы көз жасының кермек иісі келіп жатқандай еді. Мен оның маңдайынан баяу ғана иіскедім. Айналадағы адамдардың бәрі ұйқыда. Вагонның түкпірінен біреудің қорылдаған, енді біреудің жөтелген дауысы естіледі. Дәл осы сәтте, қауіп артта қалғанда ғана менің тұла бойымды жан төзгісіз ауырсыну билеп алды. Менің кеудемдегі айдаһар қайта оянып, өкпемді тырнап жатқандай сезіндім.
Адреналин тарап кеткен соң, ауруым бүкіл күшімнен өзінің бар екенін еске салды. Мен шыдадым. Мен тісімді қайрап шыдадым. Мен қызымның оянып кетпеу үшін дыбыс шығармай шыдадым. Әке болу деген не өзі? Бұл тек баланы дүниеге әкеліп, оған нан тауып беру ме? Жоқ, әке болу бұл өзіңнің бүкіл өміріңді, бүкіл жаныңды сол кішкентай жүрек үшін құрбан ету. Егер оның тынысы тарылса, өз өкпеңді жұлып беруге дайын болу. Мен өз міндетімді орындадым. Мен оның үзілгелі тұрған үмітін қайта жалғадым. Таң қылаң бергенде біздің пойыз ауылдың шағын бекетіне тоқтады. Далаға шыққанда бетімді ауылдың таза, мұздай ауасы қарып өтті. Бұл ауада қаланың түтіні мен ластығы жоқ еді. Мұнда ылғал топырақтың, жақын маңдағы өзеннің және жағылған көмірдің таныс, жылы иісі бар. Мен бұл иісті қатты сағынған екенмін. Бұл менің туған жерім, менің тыныштық табатын екенім болатын. Біз үйге жаяу жеттік. Ескі ағаш қақпаны ашқанда ілмегі шиқылдап, бізді қарсы алғандай болды. Ауыл іші тып-тыныш. Менің кішкентай, қарапайым үйім еш өзгермеген күй тосып тұр екен. Есікті ашып ішке кірдік. Іші салқын, біраз күн ешкім тұрмағандықтан сыз тартып қалыпты. Мен дереу пешке от жақтым. Ағаштардың сытырлап жанған дауысы, пештен шыққан жып-жылы лебіз бөлменің ішін лезде нерімге толтырды. Қызым ескі диванға отырып, айналасына жатырқай қарады. Ол бұл үйден бақытты, арманшыл қыз болып кетіп, енді жаны жаралы, сынған келіншек болып оралды. Сіз үшін жан тыныштығын сыйлайтын ең қауіпсіз жер қайсы? Туған үйіңіз бе, әлде басқа бір ерекше мекен бе? Және арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Біздің қатарымыз көбейген сайын, қараңғылықта адасқан жандарға жарық сыйлау мүмкіндігіміз де арта түседі. Алғашқы күндері өте ауыр болды. Ол бөлмесіне шықпады. Тамақты да өте аз ішетін. Көзі үнемі терезеде, жолға қарайлай беретін. Оның ішіндегі қорқыныш әлі де тірі екенін, олар бізді тауып алады деп үрейленетінін мен жақсы түсіндім. Түн ортасында ол жиі шошып оянып, айғайлап жіберетін. Мен оған ештеңе сұрамадым. Мен оны мазаламадым. Мен тек ыстық шай демдеп, жанына отыратынмын. Әке, олар келіп қалмай ма? Ол мені тауып алса өлтіреді ғой деп сұрайтын, ол дірілдеп көзіне жас алып. Мен оның қолдарын өз алақаныма қысып ұстаймын. Менің қолдарым мейлі күстенген, мейлі аурудан дірілдеген болсын, оған қорған бола алатынын сездіруге тырысатынмын. Жоқ, қолыным. Ол енді ешқашан келмейді. Ол енді темір тордың артында. Оның әкесі де енді оған көмектесе алмайды. Бәрі бітті. Сен қауіпсіз жердесің деп күн сайын бір сөзді қайталаумен болдым. Уақыт ең мықты емші деседі. Бірақ уақытпен бірге адамның мейірімі де қажет екен. Мен оның жанында көлеңкесінде жүрдім. Ол пештің жанында отырса, мен де үнсіз жанында отырдым. Ол далаға шықса, мен де аулада шаруа істеген болып, көз қиығымен бақылап жүрдім. Бірақ менің өз уақытым таусылып бара жатты. Кеудемдегі дерт күн сайын асқына түсті. Кейде жөтел қысқанда аузыма қан толып қалатын. Мен оны қызыма көрсетпеу үшін дереу далаға, қора жаққа қарай тұра жүгіретінмін. Сол жақта қардың үстіне қызыл қанды түкіріп, ұзақ уақыт демінді ретке келтіре алмай отыратынмын. Менің өңім қуарып, сүйегім теріме жабысып қалды. Тамақ ішуден де қалдым. Бірақ қызымның алдында өзімді мықты етіп көрсетуге тырыстым. Оның жаңа ғана бүршік атып келе жатқан үмітін,
өмірге деген құлшынысын өз өлімімен үзіп тастағым келмеді. Мен жасырдым. Мен ауруымды жасырдым. Мен жанымның қиналысын жасырдым. Bir күні таңертең аулаға шықсам, керемет бір көріністің куәсі болдым. Қызым далада кір жайып жүр екен. Үстінде жұқалау күртешесі бар, басына орамал тартып алған. Ең бастысы, ол баяу ғана ән айтып жүрді. Бұл оның кішкентай кезінде, мектепке бара жатқанда үнемі айтатын сүйікті әні еді. Оның дауысы таза, сыңғырлап шықты. Ол кірді сығып, арқанға жайып жатып, сәл ғана жымиды. Сол сәтте менің жүрегімдегі барлық мұз еріп кеткендей болды. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен жеңісім еді. Бұл әкімнің кабинетіндегі жеңістен де үлкен, байлықты тізе бүктіргеннен де ұлы жеңіс болатын. Менің қызым қайтадан өмір сүре бастады. Оның жаны жазылып келе жатты. Адамның жанындағы ауыр жараларды емдеу үшін не көмектеседі деп ойлайсыз? Уақыт па, әлде жақындарының махаббаты ма? Сондай-ақ біздің арнаға тіркеліңіз. Осы кішкентай әрекетіңізбен сіз үлкен қайырымдылыққа, әділдіктің туын тік ұстауға өз үлесіңізді қосасыз. Кешке теледидардан жаңалықтар көріп отырғанымызда экраннан таныс жүздерді байқадым. Қалалық сот залынан тікелей көрсетілім жүріп жатыр екен. Темір тордың артында менің күйеу балам отыр. Оның шашы алынған, бет әлпеті сынып жүдеп кеткен. Баяғы жалтыраған киімдерінің орнына сотталушының сұр киімін кигізіпті. Оның көзімде баяғы менмендіктің ұшқыны да жоқ, тек төмен қарап үнсіз отыр. Диктор оның көптеген баптар бойынша айыпталып жатқанын, әйеліне жасаған зорлық-зомбылық үшін ұзақ жылға сотталатынын айтты. Оның әкесі, аудан басшысы да өз қызметінен босатылып, үстінен жемқорлық және қылмысты жасыру фактісі бойынша іс қозғалғаны хабарланды. Байлық пен билік оларды құтқара алмады. Менің қолымдағы жалғыз бейне жазба, қарапайым шалдың табандылығы олардың мызғымастай көрінген империясын тас-талқан етті. Олардың ақшасы менің қызымның көз жасының құнына тең келе алмады. Қызым теледидарға қарап ұзақ үнсіз отырды. Сосын терең күрсініп, маған қарады. Бәрі бітті ғой, иә, әке. Ол енді ешқашан шықпайды ғой. Деді ол көзімдегі үлкен жүгінен арылғандай. Иә, құлыным, бәрі бітті. Енді сенің өмірің жаңадан басталады. Сен енді еркінсің. Сен ешкімнен қорықпай, басыңды тік ұстап жүре аласың, дедім мен оның арқасынан қағып. Ол келіп мені қатты құшақтады. Мен оның жүрегінің дүрсілін сездім. Ол жүректе енді қорқыныш емес, ертеңгі күнге деген үміт лүпілдеп тұрған еді. Мен осы сәт үшін бәріне дайын едім. Егер маған осы жолда қайта жүріп өту керек болса, мен еш ойланбастан тағы да отқа түсер едім. Қыс түсті. Ауылдың айналасын қалың, ақ мамық қар басты. Ауа одан сайын тазарып, аяз күшейді. Бірақ менің үйімнің іші жып-жылы. Қызым пештің жанында қамыр илеп, нан пісіріп жатады. Үйдің ішіне жаңа піскен нанның, сары майдың, тыныштықтың иісі таралады. Бірақ менің уақытым таяп қалғанын өзім анық сезіп жүрдім. Мен енді орнымнан тұра алмайтын халге жеттім. Күні бойы терезеге қарап, ақұлпа қардың жауғанын бақылап жатамын. Менің тынысым тарылып, сөйлеудің өзі қиынға соға бастады. Бірақ менің жүрегімде титтей де өкініш жоқ еді. Мен өз миссиямды, өз парызымды толығымен орындадым. Мен бұл дүниеден ең басты қазынамды қорғап қалып бара жатырмын. Терезеден түскен қыстың бозғылт сәулесі бөлменің ішін әрең жарық етіп тұрды. Менің сүйегім теріме жабысып, денем төсеккен тұруға мүлдем жарамай қалды.
Әрбір алған демін кеудемдегі сынық шынылардай қадалып, жанымды көзіме көрсететін. Бірақ мен сыртқа дыбыс шығармауға тырыстым. Қызым менің қиналғанымды көрмеуі керек еді. Ол күнде таңертең маған ыстық сорпа әкеліп береді. Оның қолдары сондай жұмсақ, сондай жылы. Ол менің жастығымды қағып, үстімдегі көрпені қымтап жабады. Оның жүзінде баяғы қорқыныштың табы да қалмаған, есесіне маған деген шексіз мейірім мен уайым бар еді. Мен оған қарап жатып, ішімнен 1000 мәрте тәуба деймін. Мен сездім. Мен анық сездім. Мен ажалымның табалдырықта тұрғанын сездім. Бір күні ауылдың ескі дәрігері келді. Ол менің тамырымды ұстап, кеудемді тыңдады да ауыр күрсінді. Ол қызымды ас үйге шақырып алып, бәрін ашып айтты. Мен олардың сыбырлап сөйлескенін, содан кейін қызымның даусы қарлығып жылағанын естідім. Ол бәрін білді. Менің өкімімнің әлдеқашан шығып қойғанын, менің осы жаққа өлу үшін келгенімді түсінді. Ол бөлмеге кіріп келгенде көздері қызарып, жасқа толып кеткен екен. Ол менің төсегімнің жанына тізе бүгіп, менің күстенген, құрғақ қолдарымды бетіне басты. Оның ыстық жасы менің саусақтарымды күйдіріп бара жатты. Ол өксігін баса алмай ұзақ жылады. Әке, неге маған айтпадыңыз? Неге менен жасырдыңыз? Мен сізді қаланың ең мықты дәрігерлеріне апарар едім ғой, деді ол жалынышты дауыспен маған қарайлап. Мен баяу ғана жымидым. Менің сөйлеуге шамам әрең келіп тұрса да, оған ең басты сөздерді айтуым керек болды. Мен оның шашынан сипап, маңдайынан иіскедім. Құлыным, менің емім, сенің күлкің. Менің жанымның шипасы, сенің азаттығың. Мен сені аман алып қалдым, одан асқан қандай ем керек маған. Дедім үзік дем алып. Ол менің кеудеме басын қойып, бұрынғыдан да қаттырақ жылады. Мен оны жұбатпадым. Ол жыласын. Оның ішіндегі барлық шер, барлық өкініш осы көз жасымен бірге жуылып кетсін. Бұл біздің ең соңғы, ең шынайы қоштасуымыз еді. Құрметті көрермен, сіздің ата-анаңыз да сізді уайымдатпас үшін өз дертін, өз қиындығын жасырған кездері болды ма? Олардың сол бір үнсіз құрбандығын қашан түсіндіңіз? Пікірге жазыңыз. Және арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Біздің арна шынайы өмірдің, шынайы адамгершіліктің айнасы. Күндер өтіп жатты. Менің денем күннен күнге салқындап, әлсірей берді. Бірақ менің санам сондай тұнық, сондай жарық еді. Мен төсекте жатып, өткен өмірімді, сол бір қатыгез қаладағы күресімді көп ойладым. Мен неге жеңдім? Менде ақшада, билікте, таныста жоқ еді ғой. Жауабы өте қарапайым еді. Оларда бәрі болғанымен ең бастысы рух жоқ болатын. Олар тек қорқыныш пен ақшаға сүйенген, іші қуыс адамдар еді. Олардың бүкіл өмірі жалғандыққа, өтірікке құрылған. Ал менің бойымда тек қана шындық пен шексіз әкелік махаббат болды. Махаббатпен қаруланған адамды ешқандай билік, ешқандай қару жеңе алмайды екен. Мен жеңдім. Мен махаббатпен жеңдім. Мен шындықпен жеңдім. Ол оңбаған менің қызымды қорлағанда өзін жазасыз қаламын деп ойлады. Ол бұл дүниеде әлсіздерді таптап өтуге болады деп сенді. Бірақ ол әрбір әлсіздің артында тұрған қорғаушы күшті, әділдіктің таяғын ұмытып кетті. Оның әкесі де өз байлығына мастанып, заңды сатып аламын деп ойлады. Бірақ адамның ары мен табиғаттың заңын ешкім сатып ала алмайды. Қызым маған кітап оқып беретін болды. Оның дауысы сондай бір қалыпты, сондай жағымды.
Мен көзімді жұмып, оның даусын тыңдап жатамын. Ол маған ертегілерді, ескі аңыздарды оқиды. Оның әрбір сөзі менің жаныма майдай жағып, ауруымды ұмыттырғандай болады. Кейде ол маған өзінің балалық шағын, екеуміздің ауылда өткізген жарқын күндерімізді еске түсіреді. Әке, есіңізде ме, мені алғаш рет велосипед тебуге үйреткеніңіз? Мен құлап қалам деп қатты қорықтым, ал сіз артымнан ұстап тұрып, алға қара, тек қана алға қара деп айғайлап едіңіз ғой, дейді ол күлімсіреп. Есімде құлыным, есімде өмір де сол сияқты. Қанша сүрінсең де, қанша құласаң да, тек қана алға қарау керек. Ешқашан артқа жалтақтама дедім мен оған өмірлік соңғы ақылымды айтып. Мен оның көздерінен баяғы жасқанша қызды емес, өмірдің қатал сынағынан өткен, рухы мықты, нағыз қайсар әйелді көрдім. Ол енді ешкімге өзін қорлауға жол бермейтінін мен іштей білдім. Мен оған ең үлкен сабақты, өзін қорғауды, зұлымдыққа қарсы тұруды үйретіп кетіп бара жатырмын. Түн ортасы. Ауыл тып-тыныш. Тек даладағы ұлып соққан боранның дауысы ғана естіледі. Менің кеудемдегі дерт кенеттен басылып, бойымды жеңілдік биледі. Бұл жақсылықтың нышаны емес екенін мен білдім. Бұл соңғы аялдама. Бұл керуеннің тоқтар жері. Мен қызымды шақырдым. Ол менің қасымда, орындықта қалып кеткен екен. Ол дереу орнынан ұшып тұрып маған үңілді. Оның көздерінде үрей бар. Ол не болып жатқанын түсінді. Әкетайым, кетпеңізші. Өтінемін деп ол менің қолымды қатты қысты. Мен оның қолын өз қолыммен әлсіз ғана қыстым. Менің дауысым шықпай қалды. Мен тек оған қарап жымидым. Менің көз алдымда оның кішкентай кезіндегі бейнесі, оның маған қарай жүгіріп келіп жатқан шағы елестеді. Мен оған үнсіз ғана, мен әрқашан сенің жаныңда боламын, мен сенің жүрегіңде өмір сүремін деп айтып жаттым. Бөлменің іші жарыққа толғандай болды. Пештегі оттың сытырлаған дауысы алыстап, бірте-бірте өшіп бара жатты. Мен өзімнің ауыр, азапқа толы денемнен ажырап, биікке, жеп-жеңіл болып көтеріліп бара жатқанымды сездім. Мен артымда ештеңе қалдырмадым. Байлықта, зәулім сарайда қалдырмадым. Бірақ мен одан да ұлы, одан да құнды нәрсе қалдырдым. Мен әділдікті қалдырдым. Мен сынбаған, тізе бүкпеген адамның рухын қалдырдым. Және ең бастысы, мен өзімнің алтын қызымды, оның еркін өмірін қалдырдым. Соңғы рет алған деміммен бірге бөлмеге терең тыныштық орнады. Мен күрестім. Мен жеңдім. Енді мен тыныш ұйықтай аламын. Егер сіздің балаңыз осындай қатыгездіктің, зұлымдықтың құрбаны болса, оны құтқару үшін қандай құрбандыққа барар едіңіз? Өз өміріңізді қиюға дайын болар ма едіңіз? Пікірге жазыңыз. Менің денем жер қойнына тапсырылды. Жоқ, мен бұған еш өкінбеймін. Бұл жаратылыстың бұлжымас заңы. Ауылдың шетіндегі шағын ғана төбешікте менің мәңгілік мекенім орналасқан. Айнала аппақ қар. Тап-таза. Бұл қар менің жанымдай, менің осы өмірдегі ниетімдей кіршіксіз таза еді. Мен биіктен, көк аспаннан бәрін көріп тұрдым. Менің жаназамда көп адам болған жоқ. Тек ауылдың қарапайым шалдар мен менің жалғыз қызым тұрды. Ол жыламады. Ол жұрт құсап өксіп, жер сабап, дауыс қылмады. Оның көзінде жас емес, маған деген шексіз мақтаныш пен терең құрмет бар еді. Қызым менің қабірімнің басында ұзақ тұрды. Қар қиыршықтары оның кірпігіне қонып жатты.
Ол ескі, тозған орамалын түзеді де, мұздай топыраққа қолын тигізді. Сіз менің батырымсыз, әке. Мен сіздің атыңызды ешқашан кірлетпеймін. Мен енді ешқашан берілмеймін, деді ол сыбырлап. Мен естідім. Мен оның әрбір сөзін естідім. Мен оның жүрегінің батыл дүрсілін естідім. Күндер өтті. Айлар алмасты. Қыс кетіп, ауылға жарқырап көктем келді. Табиғат қайта оянды. Менің қызым да табиғатпен бірге қайта тірілді. Ол өзінің бөлмесінде қамалып, қорқып отыруды қойды. Ол күнге қарап күлімсіреуді, ертеңгі күнге сенуді үйренді. Ал қалада ше? Қаладағы жағдай мүлдем басқаша еді. Менің рухым сол қараңғы, суық түрмеге де барып қайтты. Темір тордың артында менің бұрынғы күйеу балам отыр. Оның баяғы тәкаппарлығынан, өркөкіректігінен түкте қалмаған. Ол бұрышта бүрсіп, өз көлеңкесінен де қорқатын бейшараға айналыпты. Ол түнде ұйықтай алмайды. Ол үнемі үреймен өмір сүреді. Ол әрбір аяқ дыбысынан, есіктің сыфырлаған үннен сергетеді. Оның байлығы, оның әкесінің атағы бұл темір тордың ішінде бір тиынға да тұрмайтынын ол енді ғана түсінді. Оның жазасы тек қамалған жылдар емес, оның нағыз жазасы өмір бойына созылатын жан азабы мен қорқыныш. Оның әкесі, сол бір құдіретті аудан басшысы қазір кім? Ол барлық қызметінен қуылды. Оның дүние мүлкі тәркіленіп, зәулім сарайы қаңырап бос қалды. Ол қаланың көшесімен келе жатқанда, адамдар одан теріс айналады. Оның достары жоқ, оның билігі жоқ. Ол өзінің жалғыз ұлын өз қолымен құрдымға жібергенін ойлап, іштей тірідей шіріп бара жатыр. Мен оларға қарап тұрып, ешқандай кек алғандай қуанбадым. Мен тек әділдіктің таразысы ешқашан қателеспейтініне көз жеткіздім. Әркім өз істегеннің жемісін жейді. Көз жаспен келген байлық көз жаспен кетеді. Зұлымдық ешқашан жазасыз қалмайды. Менің қызым ауылдан шағын ғана тігін шеберханасын ашты. Ол күні түні тынбай жұмыс істеді. Оның қолдары сондай алтын еді. Ол ауылдың әйелдеріне, қыздарына әдемі киімдер тігіп берді. Оның шеберханасы тек киім тігетін жер емес, ауыл әйелдерінің бас қосатын, сырласатын, жандарына жұбаныш табатын жылы ұясына айналды. Кейде ол шеберханаға тағдыры қиын, күйеуінен зәбір көрген келіншектерді де шақыратын. Оларға ыстық шай беріп, жылы сөзбен жұбататын. Ешқашан қорықпаңдар. Сендер жалғыз емессіңдер. Адамның рухын ешқандай жұдырық сындыра алмайды. Біз бірге болсақ, бәрін жеңеміз дейтін ол олардың көзіне тура қарап. Менің қызым өзінің қайғысынан үлкен күш тапты. Ол өзінің жарасын басқалардың жарасын емдеу арқылы жазды. Ол менің жолымды, менің әділдік үшін күресімді жалғастырды. Мен бұдан артық қандай бақыт тілейін? Менің артымда байлық қалмады. Жалғыз ескі шапаным, тозған бәтеңкем ана қалды. Бірақ мен артымда өшпес үлкен із қалдырдым. Мен әке деген ұлы есімді қорғап қалдым. Мен перзенті үшін отқа да, суға да түсетін нағыз еркектің қандай болатынын дәлелдедім. Ақша бәрін шешпейді. Ақша тек әлсіздердің ғана қаруы. Көктемнің шуақты бір күнде қызым менің басыма тағы да келді. Ол бұл жолы жалғыз емес, жанына кішкентай, қара көзді бір баланы ертіп алыпты. Ол баланы көрші ауылдағы жетімдер үйінен бауырына басқан екен. Өзінің толыққанды отбасы болмаса да, ол бір жетімге ана болуды, оған мейірім сыйлауды ұйғарыпты. Атаңмен амандас, балам. Бұл кісі біздің ең ұлы қорғаушымыз. Бұл кісі болмаса,
біз бұлай жарық күнде еркін күліп жүре алмас едік, деді қызым баланың басынан мейірлене сипап. Балақай кішкентай жылы қолдарымен топырақты сипады. Оның көздері сондай мөлдір, сондай кінәсіз еді. Сол сәтте таза жел соғып, қабір басындағы жаңа шығып келе жатқан көк шөптерді баяу тербеді. Бұл менің оларға деген жауабым еді. Мен олардың жанындамын. Мен әрқашан олармен біргемін. Мен желмін. Мен олардың бетінен сүйетін салқын желмін. Мен күнмін. Мен олардың жолын нұрландыратын жарық күнмін. Мен жаңбырмын. Мен олардың қайғысын жуып шаятын таза жаңбырмын. Менің сөзімді естіп отырған әрбір әкеге, әрбір анаға айтарым бар. Балаларыңызды ешқашан қараусыз қалдырмаңдар. Олар есейіп, өз алдына отау құрса да, олар сендер үшін әрқашан кішкентай, қорғауға мұқтаж сәби болып қалуы тиіс. Олардың көзіндегі мұңды, олардың үнсіздігіндегі айқайды уақытында ести біліңдер. Ешқашан жұрт не дейді деген жалған ұяттың жетегінде кетпеңдер. Жұрт айтады да қояды. Ал сенің балаңның тағдыры, оның сынған жаны өмір бойы саған қаяу болып қалады. Қызыңды жылатып қойып қайтқан қыз жаман деп оны тозаққа қайта итермеңдер. Нағыз жамандық өз қаныңды қорғаусыз қалдыру. Нағыз ұят зұлымдыққа көз жұма қарау. Бүгін менің қызымның үйінде мереке. Ол үлкен дастархан жайып, ауыл адамдарын шақырды. Дастархан басында күлкі, жайдары әңгімелері естіледі. Кішкентай немерем аулада асық ойнап, шапқылап жүр. Оның жарқын күлкісі бүкіл ауылды жаңғыртып тұр. Менің қызым терезеден оған қарап, шай құйып тұрып, бақытты күйде езу тартты. Оның көзіндегі баяғы үрейдің орнына енді өмірге деген шексіз іңкәрлік орнаған. Мен қарап тұрмын. Мен биіктен бәріне қарап тұрмын. Менің ішімде үлкен тыныштық бар. Мен бұл жалғаннан ештеңе алмасам да, бұл дүниеге ең қажетті нәрсені, әділдіктің бар екенін дәлелдеп кеттім. Менің атым Жәңгір, мен қарапайым ауылдың шалымын. Бірақ мен зұлымдықтың белін сындырған, баласы үшін жан қиған әкемін. Осымен бәрі тәмам. Рухым азат. Егер сіздің балаңызды немесе ең жақын адамыңызды біреу жәбірлесе, оны қорғау үшін бәрін құрбан етуге, тіпті билік пен байлыққа жалғыз өзіңіз қарсы шығуға дайын болар ма едіңіз? Бұл өмірде әділдік үшін күресудің құны қанша? Пікірге жазыңыз.